Жаңа қамырымыздың екі қайтара иін қандырып басып билеп алдық қой, енді үшіншісінде азғантай ұн сеуіп жазуға ыңғайлы болу үшін осылай қолымызбен пішінін келтіріп аламыз. Қамырымызды оқтаулап дөңгелектейтін боламыз. Мен қамыр жайған кезде оқтаудың тек екі жақ шетін ғана басатын боламын. Қамырдың екі шетін немесе қамырдың ортасын мүлдем баспаймын бастапқыда. Видеодағыдай тек оқтаудың екі шетін басып және қамырдың әрбір шетіне жылжыта отырып оқтауды мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қамырымды бір тегіс қылып жайып шығатын боламын. Және де көп ұн сеппеймін. Ұнды көп сепсеңіз сорпаңыз қою болып шығатын болады. Яғни оқтаудың тек екі жақ шетін ғана басып қамырды айналдыра отырып оқтаулайтын боламын соңына дейін. Мүмкін сіз бірінші рет дайындап тұрған болсаңыз сізде дұрыс шықпауы мүмкін. Ары қарай бәрі тәжірибемен келетін болады. Азғантай ұн жағып бетіне осылай бірнеше бөліктерге бөлетін боламын соңында. Немесе тұтас бір күйінде сорпаға салсаңыз болады.